Астанада Алтын Орда дала өркениеттің моделі, тарих, археология, мәдениет және бірегейлік атты халықаралық симпозиум өтті. Ауқымды жиынға әлемнің 20-дан астам елінен тарихшылар, археологтар, түркологтар және шығыстанушылар жиналды. Симпозиумда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алтын Орданың әлем тарихындағы орнына ерекше тоқталып, оны Еуразия кеңістігіндегі ең ірі саяси құрылымдардың бірі деп атады. Сондай-ақ президент Қазақстанның Алтын Орданың мұрагері екенін айтып, бұл тақырып жаңа академиялық Қазақстан тарихында кеңінен қамтылатынын жеткізді. Ал енді осы тақырыпты тереңірек талқылау үшін студиямызға тарих ғылымдарының докторы Мақсат Алпысбек мырза келіп отыр. Қош келдіңіз, Мақсат мырза. Қош болыңыздар. Қайырлы күн, Мақсат мырза. Алтын Орда дала өркениетінің моделі. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Алтын Орданың мұрагері екендігін айтты. Енді Алтын Орданың әлем тарихындағы шынайы орны қандай? Осыған өзіңіз Бұл өте маңызды тезис. Және тарихта Алтын Орда тараған әдебиеттер бойынша Алтын Орда атымен көп белгілі, шынайы мемлекеттің аты Жошылы Сұлуға белгілі. Енді әлем тарихында көптеген елдер Алтын Орда жайлы біледі. Бірақ Алтын Орда Совет одағы кезінде идеологиялық себептермен қысымға алып, ол тақырыпты сөйлетпей қойды. Мысалы, зерттеушілер көргендей, архивтерде Әлке Марғұланның өзіне билік тарапынан қысым көрсетіліп, Алтын Орда тақырыбын зерттеуге болмайды деген нәрсеге қол қаталғандағы біз құжаттардан көріп жатырмыз. Яғни көп уақыт бойы бұл айтылмағандықтан қазір уақытта жиналып қалған мәселелер көп болды. Енді бүгінгі таңда Алтын Орда тақырыбына осы халықаралық қауымдастық тарапынан қызығушылығы артып отыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Тарихи әділеттілік орнап жатыр. Өйткені Еуразия кеңістігінің тура кіндік тұсында орналасқан Қазақстан шын мәнінде адамзат тарихында болған ірі империялардың жаңағы орналасқан жеріне қатысты. Ең ежелгі дәуірде ғұн державасының бір бөлігі болды. Одан кейін дала түркілердің, көк түріктердің империясының құрамына кірді. Жалпы Шыңғыс Қаған құрған мемлекет Жошылысы, ол сол бұрынғы түркі қағанаттарының мұрагерлігін сақтаған елдің бірі болғандығын айтуымыз керек. Сондықтан Алтын Ордаға дейін көптеген халықтар, мемлекеттер тарих картасында, саяси картада мүлдем болған жоқ. Тек қана Алтын Орда күйрегеннен кейін оның өзі көптеген мемлекеттердің, ұлттардың қалыптасуына жол ашты. Президент Алтын Орданы батыс пен шығысты байланыстыратын ірі құрылым деп атады. Оның басты тарихи рөлі неде деп ойлайсыз? Бұл әрине сіздер білесіздер, тек қана 15-16 ғасырдағы дүние жүзі сауда теңіз жолымен жүре бастады. Осы ұлы географиялық ашулар болғанға дейінгі уақытта бүкіл әлем саудасы жер құрлығымен жүргені белгілі. Сондықтан осы Еуразия құрлығындағы жаңағы нағыз сауда жолдары осы Қазақстанның жерімен өтетін болғандығы, оның ұзақ бір мезгілдері жатқандығы белгілі. Мысалы, сонау ханбалық Қытай жерінен шыққан керуендер, олар жаңағы осы Қазақстанның аумағыменен өтіп, Қырымға дейін, Қара теңізге дейін, ал енді Каспийдің оңтүстігіменен олар жаңағы осы Кіші Азия, қазір Түркия жеріне, Османлы империясы жерлеріне дейінгі сауда жүріп тұрған. Сондықтан бұның ең басты мәселесі бұл әлемнің экономикалық сауда арнасы болғандығында. Енді өз заманда осы Алтын Орда күйрегеннен кейін әлем картасында бірқатар мемлекеттер пайда болды деп жатырмыз ғой. Ал мынандай бір тарихта түсінік қалыптасқан, Алтын Орда өз заманында сондай әскери басқыншыл ел болған, мемлекет болған деген сияқты. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл мәселені біз теріс көзқараспен қабылдап келдік. Басқыншыл деген оған жаңағы атау бер толыққанды дұрыс емес. Мысалы, былайша айтқан кезде, ол жаңағы түркі билеушілер әулетінің бұрынғы сол өздеріне тиесілі аумақтарды қайтадан өз билігіне келтіру мәселесімен айналысқан. Сондықтан мысалы, біз жаңа айттық қой, Шыңғыс Қағанның саясаты осы түркі халқын ол өзінің сөзімен қалай айтқан, киіз туырлықтылар елі деген, мәңгі ел деген. Бұл мәңгі ел деген ұғым сонау көк түріктер күлтегеннің тасынан келе жатқан жаңағы еске салатын тарихи жады. Сол Шыңғыс Қағанның идеясы, оны кейін өзі жаулап алған жерлерде емес, өзінің билігіне бағындырған жерлер деп айтуымыз керек. Сол билігіне бағындырған жерлерді 4 ұлыс мемлекетке бөліп, үлкен 4 мемлекет құрды.
Оның белгілісі жаңағы Хулагулер мемлекеті, Хубылайдың мемлекеті, Жош ұлысы, Шағатай ұлысы, бұл әлемнің үлкен 4 мемлекеті болды. Соның бірі осы Жош ұлысы, біз айтып отырған Алтын Орда мемлекеті, ол негізінен түркі қауымдарының қайтадан басын біріктіріп, бір тұтас саяси билікке қайта келтірілген мемлекет деп қабылдауымыз керек. Жақсы. Енді мына әртүрлі тарихи оқулықтардан Алтын Орда кезеңінде ғылым, мәдениет, сауданың дамыған жөнінде білеміз, иә? Енді осын қалай дамып отырды, қандай өзгерістер болды, өзіңіз тереңірек айтып бересіз бе? Әрине, жаңағы жалпы әлемнің елдерінің дамуы әрқашан ол тек қана саудаға байланысты. Қандай мемлекеттер өзінің сауда саясатын жақсы іске асыра алады, сол мемлекеттер қуатты болады. Мысалы, Жош ұлысы мемлекет алдындағы болған ірі қуатты елдің бірі ол Қараханиттер мемлекеті. Қараханиттер мемлекеттерінде осы Ұлы Жібек жолының сауда арнасы жүріп жатқан жолда орналасқандықтан, ол жерде теңге шығару, ақша басу жаңағыдай, содан кейін соның арқасында осы керуен сарайлар салынуы, жібек дейміз ғой, негізгі тауардың бірі болған. Сонымен қатар тек қана жібек емес, өте маңызды әртүрлі тауарлар батыстан шығысқа дейін саудаланып отырған. Сондықтан мына Жош ұлысы Алтын Орда мемлекетінің басты атқарған қызметі осы шығыстан келетін тауарларды батысқа саудалау жолын ұйымдастыру және батыстан келетін тауарлардың айналымын шығысқа өткізу. Осы тұрғысын алып қараған кезде, мысалы, ям деп айтты ғой президент сөзінде. Ям деген қазақ тіліндегі жем деген сөз. Ол атты жемдеу. Яғни әрбір белгілі бір қашықтықтарда ат бекеттері тұрған. Сол жерде аттарды жемдеп, сол жерде пошта жұмыс істеген. Ол пошта сол сауданың жүруіне негізгі мәселелердің бірі болған. Ол жерде ақша айналымы, сауда айырбас, жаңа керуен сарайлар салыну, қалалар салынуы, және жүріп жатқан сол саудагерлердің қызметін еркін ұйымдастыру. Мысалы, Хорезмшах Мұхаммедтің мемлекетінің күйреуінің басты мәселесі тарихта белгілі ғой. Ол Шыңғыс Қаған оған осы сауданы ұйымдастырайық, бірге жүргізейік деген ұсынысқа, ол керісінше екі түрлі керуенді күйретті. Содан кейін Шыңғыс Қаған амалсыз Мұхаммед Хорезмшах мемлекетіне соғыс жариялап, жаңағы бұл мемлекетті өзінің билігіне қаратуға мәжбүр болды. Енді жаңа біз басқыншыл ел дегенді дұрысынан айттық қой, енді бұл жерде қате пікір деген сияқты. Осы Алтын Орда мемлекеті туралы тарихта қалыптасқан, елге тараған, тағы да қандай қате түсініктер, мифтер бар? Енді көбінесе біз айтып жатырамыз, тарихи дерек көздер парсы тілді, араб тілді деп. Шын туайтында келгенде көптеген тарихи парсы, араб деректері оның тапсырыс берушілері дейміз ғой, былайша айтқан кезде. Спонсорлар мына заманда айтқан кезде. Сол демеушілері. Ол негіз сол замандағы сол билеушілердің өздері болды ғой. Мысалы, олар бұл еңбектерді қалай жазар еді, егер сол елдің билеушілері бұл осындай тарихи еңбектерді жазуға тапсырыс бермегенде. Ол кезде парсы тілі лингва франка болды. Яғни түркі кеңістігінде парсы тілінде сөйлеу, араб тілінде сөйлеу, ол бір мәдени, бір қалыптасқан мәдениетке айналды. Сондықтан бұл тарихшылардың ішінде парсы тілді тарихшылар ғана емес, тегі парсылар да болды. Енді бұл жерде біз нәрсені түсінуіміз керек. Ол халықтар, жаңа айтып отырғанымызда, белгілі бір дәрежеде осы түркі империяның шекараларында жауланған елдердің өкілдері болғандықтан, олардың көңілдерінде, жүректерінде әрине Шыңғыс хан туралы жаулаушы деген түсініктер болды. Соны олар өздерінің тарихнамасына түсірді. Сондықтан ол тарихнамада кейбір жерлерінде осы Шыңғыс хан тұлғасын қаралау, оны жауыз қылып көрсету, оның әскери басқыншы ретінде суреттеу орын алғаны белгілі. Бірақ советтік тарихнамада сондай тұстары ұлғайтылып, керемет сондай сипат беріліп, жаңағы Алтын Орданы теріс жағынан суреттеуге көп ұмтылғандығын байқаймыз. Әсірелеп әспеттеу көп байқалды дейсіз ғой. Негізгі мифтердің бірі, яғни Шыңғыс ханды басқа рөлде көрсету. Енді жаңа бір сөзіңізді айттыңыз ғой, тарихи әділеттілік орнап жатыр деп, иә? Алтын Орда тарихы қайта зерттелуде, зерделенуде. Бұл жұмыстарға біздің қазақстандық ғалымдардың үлесі қандай? Үлесіміз енді қосылып келе жатыр, себебі біздің өзі тарихшылар, мамандар дайындауда көбінесе кешегі советтік партия номенклатура қызметінің талаптарыменен совет дәуірінің тарихшы мамандар даярланды. Олар орта ғасыр деректеріне шорқақ, олар жаңағы араб парсы тілдерін білу қажеттілігі бар, бірақ оны олар игермеген. Сондықтан Алтын Орда дәуірінің кезеңімен көбінесе бізде айналысатын мамандар шығыстанушылар, исламтанушылар, ориенталистер, түркітанушылар, өйткені олар сол орта ғасырлық тілдегі жазылған деректермен жұмыс жасай алады. Сондықтан оның мәліметіне олар қанық. Біздің Алтын Орда тарихының зерттелуіне біз өзіндік методологиялық мектеп дайындауымыз керек.
Бізде мысалы бұл советтік тарихи мектеп аясында жаңағы таптық күрес, марксизм ілімі, ол европалық көзқарастармен қалыптасқан түсініктер болды ғой. Ал негізі біз әлем тарихын алып қарайтын болсақ, адамзат тарихы сол билеуші саяси әулеттердің тарихымен жазылатын болған. Бізде де сол тарихи негіз болу керек. Мысалы Қытайдың елін алып қарайтын болсақ, ертедегі жаңағы мысалы Алтын Орданың бір бөлігі сияқты Юань патшалығы, Мин, Цин патшалықтары билеуші әулеттердің саяси тарихтары ретінде жазылған. Біз де осы дәстүрді негізі қарайтын болсақ, өзіміздің деректерімізден қайтадан соны тірілтуіміз керек. Енді бұл ауқымды жұмыстардың барлығы да мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатқанын жақсы білеміз. Оның бір тарихи мән мазмұнына тағы да бір мәрте тоқталып өтейікші. Жалпы мемлекет басшысы да бұны тектен текке көтерген жоқ қой мәселе. Бұны зерттеп, зерделеуге енді қазір қатты көңіл бөлініп жатыр ғой. Әрбір мемлекет ол тарихи дәуірлерде қай заманда болсын, ерте дәуірлерде, орта ғасырларда өзінің мемлекеттілік саяси статусын заңдастырып отыруға міндетті болған. Мысалы, орта ғасырлық Алтын Ордадағы жазылған Рашид ад-Диннің Жами ат-Тауарих кітаптары ол тарихи еңбек емес, ол сол хулагуиттер әулеттердің билікке деген құқын дәлелдейтін көптеген тарихи шығармалар сол мемлекеттің саяси негізін заңдастырып беретін құжаттар болған. Сол тұрғын алып құрған кезде біз қазір Қазақстан мемлекет өз алдына мемлекет болып отырсақ та, біздің тарихи дәстүрлеріміз ертеден жалғасатындығын әлемге танытып көрсетіп отырмыз. Осы маңызды міндетті қазір президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атқарып отыр. Бұл өте көптен бері жаңағы шешілмей келген мәселе еді. Сондықтан жаңағы Қазақстан өз алдына қазақ хандығы мемлекетінің мұрагерлігі екендігін біз әлемге таныттық. Енді қазір жасалып отырған мәселе ол сол қазақ хандығы мемлекетінің өзінің бастаулары жошы ұлысы Алтын Орда мемлекетінен басталатындығын біз көрсетіп отырмыз. Және оны тарихи құжаттармен дәлелдеп, оған келтіретін айғақтарменен әлемге дайындап беруіміз болады. Мысалы, құқықтанушылар, олар бір қоғамның ішіндегі заңдылық мәселесін қадағалайды ғой. Ал әлемде тарихшылар, ол әрбір мемлекеттің жаңа тарихи тұрғыда заңдылығын дәлелдеп беретін негізгі мамандар. Президент тарихты саясаттандыруға қарсы пікір айтты. Енді тарих ғылымы саясаттан қаншалық тәуелсіз болуы керек деп ойлайсыз? Тарих ғылымы ол саясаттан тәуелсіз болу мәселесі оның ғылыми методологиясына байланысты. Яғни тарихшылар оның бірінші атқаратын қызметі, ол біріншіден ол ғылыми объективтілік. Қазақша айтқан кезде шындық, ақиқатты сөйлеу. Егер тарихшы бір мәліметті келтірсе, ол мәлімет деректі, нақты тарихи факт, археологиялық артефакт, нумизматикалық материалдар, дипломатиялық құжаттар, хандардың шыққан жарлықтары сияқты әртүрлі нақты құжаттармен көрсетеді. Егер оның айтып отырған тарихшының сөзінің дәлелі болмаса, бұл шынайы тарих болып саналмайды. Сондықтан әрбір тарихшы өзінің ғалым ретінде беделіне ол жауапты. Жазып отырған ғылыми дүниелері нақты тарихи дәлелдерменен дәлелденіп отыру. Осы тұрғыдан алып қараған кезде саясатшылар олар тарихшыны атқаратын қызметтеріне араласа алмайды. Өйткені тарих ғылымының өз алдына қалыптастырған ғылыми методологиясы бар. Енді күні кеше ғана елордамызда өткен осы симпозиум деп жатырмыз ғой. Осындай симпозиумдардың өтіп отыруының тарихи ғылыми маңызы, рөлі қандай жалпы? Өте маңызды. Бұл алғашқы рет өткізіліп отырған Қазақстандық Алтын Орда симпозиумы. Біз айтып отырық, осы Алтын Орда зерттеу мәселесі бір зама уақыт бізде тұралап қалған. Белгілі бір идеологиялық себептерменен. Біз жаңағы тәуелсіздік алған жылдардан бастап Қазақстанда тарихи санаменен, тарихи жадыны қалпына келтіру мемлекеттік бағдарламалары іске асырылып жатыр. Ең біріншісі, сіздер білесіздер, мәдени мұра бағдарламасы. Соның аясында көптеген бұрын жарыққа шықпаған еңбектер басылып шықты. Оның халық тарих толқынында ең соңғы кереметтейіндей бағдарламалардың бірі бұл жаңағы осы рухани жаңғыру бағдарламасы болды. Одан кейін архив 2025. Ол біздің мемлекет әрқашан бұл саясатты жалғастырып келе жатыр. Енді ол қазіргі уақытта осы Алтын Орда симпозиумы кешегі қарарында қабылданды. Бұл жыл сайын өткізіліп жатқан үлкен ғылыми форум болады. Не үшін керек? Өйткені бұл
әлемдегі осы алтын орда тақырыбымен айналысатын мықты ғалымдардың басын қосып, осы жерде нақты бір ғылыми үлкен маңызды тұжырымдарды жасап отыр. Кеше біз сұхбаттастық, қандай Джек Уозерфорд деген америкалық ғалым, жаңағы Шыңғыс ханның тұлғасы, оның мемлекеті, мысалы оның еңбегі қалай аталады? Шыңғыс хан және қазіргі әлем деп аталады. Міне қазіргі әлем сол Шыңғыс ханның құрған саяси жүйесінің жаңағы нәтижесі ретінде көрсететін бірден бір еңбек деп білеміз. Енді сіз есімін тілге тиек еткен сол бір әріптесіңіздің кітабы туралы біздің әріптесіміз дайындаған бір сюжет бар. Қазір соған кезек береміз. Ал біз сізге рахмет айтып өзіңізбен қоштасқымыз келеді. Енді қысқа уақыттың ішінде біраз сондай бір маңызды ойларды айттық деп ойлаймыз. Алғыс айтамыз сұхбатыңызға. Астана төрінде тарих пен бүгінгі ғылым тоғысқан маңызды мәдени оқиға өтті. Әлемдік деңгейдегі тарихшылардың еңбектері алғаш рет қазақ тілінде жарық көріп оқырманға жол тартты. Шыңғыс хан дәуірінен бастап ұлы дала өркениетінің әлем тарихындағы орнына дейінгі тың деректер мен жаңа көзқарастар талқыланды. Осы бір мазмұнды әрі тағылымы мол халықаралық жиын жайлы толығырақ тілші материалында назар аударайық. Астанада Шыңғыс хан мұрасы түркі әлемінің тарихы және ұлы даланың әлем өркениетіндегі рөліне арналған кітаптардың таныстырылымы өтті. Халықаралық симпозиум аясында ұйымдастырылған іс-шарада америкалық тарихшы әрі антрополог Джек Уозерфорд авторлығымен жарық көрген Шыңғыс хан және қазіргі әлемнің қалыптасуы кітабының қазақ тіліндегі алғашқы басылымның тұсауы кесілді. Бұған дейін әлемнің 20-дан астам тіліне аударылған еңбек алғаш рет қазақ оқырмандарына жол тартты. And I'm especially honored that my book is being published about Genghis Khan. Шыңғыс хан мен Моңғол империясы туралы кітабымның дәл Қазақстанда жарық көріп жатқаны мен үшін үлкен мәртебе. Әрине, бұл еңбекті жазу кезінде Қазақстанға талай рет келдім. Шыңғыс ханның әлем тарихында алар орны ерекше екені бәрімізге белгілі. Сондықтан да бұл зерттеу ерекше сұранысқа ие болды деп ойлаймын. Кітаптың қазақ тілінде жарық көргеніне ерекше қуаныштымын. Кітапта Моңғол империясының қазіргі әлемнің қалыптасуына ықпалы, халықаралық сауда жолдарының дамуы, дипломатиялық қатынастар және шығыс пен батыс арасындағы мәдени байланыстар жаңа қырынан қарастырылады. Сондай-ақ іс-шара барысында Мари Фавероның Алтын Орда Дала империясы әлемді қалай өзгертті кітабының да қазақша басылымы таныстырылды. Әлемде барлық басшылардың настольная книга деп тұрады ғой, үстелінде тұратын кітаптарының бірі. Өйткені бұл жерде дипломатия, бұл жерде саясат бар, бұл жерде көшпенді дәуірі қалай өмір сүрген, қалай шешім шығарған, соның бәрін жазған. Ол кісі енді өзі зерттеуші болғандықтан, тарихшы бір жағынан, жағынан ол антрополог, яғни мәдени антрополог. Сол себепті бұл өте күрделі тарихты өте жеңіл береді. Екінші кітабымыз ол Мари Фавероның Алтын Орда деген кітабы. Біздің енді соңғы кезде шыққан тарихшылардың, шетелдің ең мықты тарихшыларының өте жақсы сапалы жазған тарихи кітаптарының бірі. Кеш барысында тарихшы Джо Юпли авторлығымен жарық көрген түркі халықтары әлем тарихында кітабы да көпшілік назарына ұсынылды. Іс-шараны Қазақ тарихи қоғамы мен Жошы Оғызын зерттеу ғылыми институты ұйымдастырған. Кітаптардың таныстырылымы ашық пікірталас және автограф сессиямен аяқталды.